Сәлем барша көрермен, жаңа сериал арнасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге 33 және 36 бөлімдерді қысқаша шолу жасаймын. Ал сіздерден достар кері байланыс күтемін. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Масал Эмирден Райханды қатты жақсы көресің бе деп сұрайды. Ол үнсіз қалады. Сонар болса Кемалға келеді. Сонар оған, сен менен күдіктеніп, менің беделіме нұқсан келтірдің. Мен іске бала-шағаны араластыратын адамға ұқсаймын ба? Бірақ сен жасағаныңа жауап бересің дейді. Джемре Джавиданға звондап құжатты алып, оны өзгертуге алып бара жатқанын айтады. Эмир Масалды паркке апаруды ойлайды. Мұны Джавидан естіп қалады. Ол Эмирді үйде қалдыруды ойлайды. Лейла Кемалға бұл кісі Масалды ұрламаған сияқты дегенде, Кемал бұған қарсы шығады. Лейла оған бұл кісінің әрекеті қылмыс жасағанға ұқсамайды. Бұл кісі өзіне сенімді дейді. Кемал болса, сен бұрынғы жұмысыңды тастап, полиция болып кеткенсің бе деп оны ренжітіп алады. Эмирлер кетпек болғанда Джавидан оларға келіп, Эмирге сөйлесуіміз керек дейді. Ол Эмирге бухгалтериядан Сухила ханымның қорына ақша аударуға сұрап берші деп өтініп сылтау айтады. Ол қалайда Эмирді жібермеудің амалын жасайды. Алайда олар ештеңеге қарамастан серуендеуге шығады. Джавиданға Джемре келіп жұмысты реттегенін, 2 күн бұрынғы датаны қойғанын айтады. Джемре Эмирлердің сыртқа кеткендерін естіп түрі бұзылады. Эмирлер Масалмен әдемі уақыт өткізеді. Кенет оған Джемре звондап Масалды көргім келеді дейді. Джавидан әлгі қағазды Эмир көретін жерге қояды. Меликер Райханға келіп Хикметтің картасын береді. Оны Хикмет саған бер деп айтты дегенде, Райхан қарсы болады. Мұны Эмир естіп тұрады. Райхан бұл картаны әрең қабылдайды. Эмир келгенде Райхан бұл картаны оған береді. Эмир болса, мен мұны ала алмаймын дейді. Кемалға Масалды ұрлаған Актай деген кісі екенін, Филиз өлгенде ол қашып кеткенін жеткізеді. Кемал болса, оны кім тапты дегенде, комиссар оған Сонарды көрсетеді. Эмир анасымен отырғанда оған фирмадан хат келгені туралы хабарлама келеді. Ол бөлмесіне келіп қағаздарға қол қойып жатқанда, кенет бір хатты көреді. Джавидан оны бақылап тұрады. Ол мұны көріп қуанып тұрғанда, кенет Эмир бұл қағазды жыртып тастайды. Джавидан шошып кетіп бөлмеге келіп, ол қағазды алғанда, бұл басқа құжат болып шығады. Джавидан әлгі құжатты іздей бастайды. Сонар Лейланы ойлап, Адем деген кісіге звондап, ол туралы ақпарат іздеуді тапсырады. Эмир Райханның портретін салып береді. Мұны көрген Райхан таңғалып отырады. Сол кезде Эмир менің архитектор екенімді ұмыттың ба дейді. Джавидан қағазды таппаған Джемреге айтады. Екеуі ұрыса жөнеледі. Лейлаға әкесі звондап келуін талап етеді. Ол болса келе алмайтын жеткізеді. Эмир әйелінің Масалға қарағанына тамсанып тұрады. Масал кешкісін Эмир екеуі онымен бірге жатуына көндіреді. Эмир Райхан мен Масалды суретке түсіріп алады. Үшеуі нағыз отбасыдай уақыт өткізеді. Олардың тыныштығын Джавидан бұзады. Ол әдетінше Райханға тиіседі. Сонар Лейланың үйіне келеді. Кенет оның көршісі келіп, оның Измирге кеткенін айтады. Сонар кісісіне Лейланың қайда екенін табуды тапсырады. Масал Сунаға Эмирдің суретін көрсетіп жатқанда, Джавидан әлгі құжатты байқап қалады. Ол Масалдың жанына барып, әлгі суретті сұрағанда, Масал оны бермей қояды. Джавидан Масалдан суретті ала алмай мазасы қашады. Масал әлгі қағазды алғанда, Джавидан оны жұлқылай бастайды. Кенет Райхан мұны көріп, Джавиданға ескерту жасайды. Сол кезде Эмир де үйге келеді. Олардың ұрыстарын Эмир естіп тұрады. Лейлаға Сонар келіп, полиция бөлімшесінде жасаған әрекетіне алғысын айтады. Ол Лейлаға гүл ұсынады. Лейла болса, мұны Кемал көріп қоймасын деп, оның тез кетуі үшін гүлді қабыл алады. Джавидан Райханға ұрсып жатқанда, Эмир кіріп келеді. Джавидан оған өтірік айтып жала жабады. Эмир бәрін естіген жеткізеді. Джавидан әдетінше Райханға тиісіп, Масалды маған қарсы қойды дейді. Эмир анасына мен бәрін естідім деп кетіп қалады. Джавиданға Джемре звондағанда, ол Эмирдің ештеңе көрмегенін айтады. Джемре болса, мұны қалайда Масалдан ал деп бұйырады.
Кешкісін Джавидан әлгі қағазды іздей бастайды. Кенет ол үшеуінің бірге жатқанын көреді. Алайда бұл қағазды таба алмайды. Келесі күні Мелике Райханға Хикметтің жағдайы жақсарып келе жатқанын айтады. Джавидан қағазды іздеп жүргенін Эмир байқап қалады. Ол баласына ренжіп тұрады. Джавидан Джемреге құжатты таба алмағанын айтады. Джемре бұған қатты ашуланады. Джавидан Эмирге сен маған сенбедің, әйеліңді жақтадың дегенде, Эмир анасына менің әйеліммен сөйлескенде оған сыйластық таныт, мен әйеліме сенем дейді. Джавидан болса бұл қыз сенің байлығыңа қызығып шықты деумен болады. Келесі күні Сонер Кемалға келіп, татуласып ымыраға келейік деп ұсыныс айтады. Райхан бөлмеден ажырасу қағазын көреді. Эмир келіп оны жыртып, бізге бұл керек емес, мен саған сенем, анамның сөзіне мән берме дейді. Зафер Эмирге звондап жобаның құжаттары кеңседен таба алмағанын жеткізеді. Сонер Кемалдан Лайла туралы сұрап, менің оған деген көңілім шынайы деп, онымен жақын танысқысы келетінін айтады. Эмир бөлмеден құжаттарын қарап жатырғанда, Джавидан іздеп жүрген әлгі қағазды көріп қалады. Ол тойға 2 күн бұрын ба, сонда менен жасырғаны осы ма деп ойланып қалады. Бәрі ақша үшін бе, маған ақша үшін шыққан ба деп Райханның әрекетін ой елегінен өткізеді. Райханға Хадиджа анасы звондап, Эмир екеуін кешкі асқа шақырады. Сонер Кемалдан Лайла екеуінің араларында бірдеңе бар ма дегенде, ол болса мұны жоққа шығарады. Райхан Эмирге келіп қонаққа шақырғанын айтқанда, Эмир жұмысым бар деп кетіп қалады. Райхан оның әрекетін түсінбей қалады. Кемал Сонерден Лайланы қызғанып тұрады. Эмирдің ашулы жүзін көріп, Джавидан Джемреге звондайды. Бұл жаңалықты естіп екеуі қуанып отырады. Джавидан оған жаңа жоспарын айтады. Хикмет үйіне оралады. Ол қыздарға едәуір тәуір болғанын жеткізеді. Джавидан Хикметке келіп, мұра болып қалған алқаны келіп, Райханға табыстайық дейді. Хикмет оның әрекетіне таңғалады. Райхан келгенде Хикмет олған әлгі алқаны тапсырады. Райхан оны әрең қабылдайды. Ол бөлмесіне келіп, Хикметтің айтқандарын есіне түсіреді. Райхан әлгі алқаны тағып алады. Джавидан оны бақылап тұрады. Лайла Кемалда отырғанда оған Сонер звондап кездесуге шақырады. Лайла болса қарсы болады. Эмир үйге келіп әкесін көреді. Эмир Райханның мойнындағы алқаны байқайды. Джавидан әдейі оның көзінше алқаның құндылығын атап өтеді. Райхан Хикметке картасын бергенде ол қабылдамайды. Эмир әлгі құжатты сейфқа салып қояды. Ол әкесі екеуінің әңгімелесіп тұрғанын көріп, Райхан тағы алдап жүрма деп ойлап қалады. Кешкісін Кемалдарға тағы да Сонер келеді. Райхан бөлмеге келгенде Эмир оның бетінен сүйіп алады.